Жыл сайын көптеген балалар биіктіктен құлаудан зардап шегеді. Бұл туралы көп айтылғанымен, қайғылы жағдайлар азаймайды. Терезелерді маусымға қарай ашуға байланысты балалардың ашық терезеден құлауы қайғылы дәстүрге айналуда. Көптеген ата-аналар ашық терезе бала өмірі үшін қауіпті болуы мүмкін екенін ұмытып кеткен. Сұлтан қаласының полиция департаменті, Есіл ауданының полиция басқармасы ата-аналардың негізгі қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Ашық терезелердің жанында балалардың ойнауына жол бермеңіз. Москиттік торларға сенбеңіздер, олар балаларға сенімділік елесін тудырып, сүйенуге итермелейді. Москиттік торлар құлаудан құтқармайды. Баланың өздігінен терезенің алдына шығып алмауы үшін жиһазды терезеден алысырақ жерге орналастырыңыз. Балаңызға терезеден бір нәрсе көрсету мақсатында терезе үстінде тұруды үйретпеңіз. Бөлменің ауасын тазарту үшін терезенің көзін немесе терезенің жоғарғы жағын ашып желдетіңіз. Терезенің тұтқаларын алып тастаңыз, немесе арнайы құлпы бар тұтқаларды орнатыңыз. Терезеге бекіткіштер мен бұғаттағыштар орнатыңыз. Балаңыздың өмірі мен денсаулығы сіздің қолыңызда екендігін ұмытпаңыз.